Куда можно обратиться, чтобы обжаловать о повышении размера алиментов? Я вам уже объяснила. 36 айға 1 миллион кредит алып едім, соған 800 мың қосып берді. Ол қатты көп емес пе? Тиімді несие сабағына қатысып есептеп аласыз, Жанұзақова Гүлсім. Үйде отырып торт сатсам, ИП-ның қай түрін таңдаймын? ИП пока ашпай-ақ қойыңыз, ЕСП төлей беріңіз. 2917 қалада тұратын болсаңыз, Жанара 1186. Ал ауылдық жерде тұратын болсаңыз, 2917-ның жартысын төлейсіз. Каспиге кіресіз деп просто платежи деген жерде жоғарысында ЕСП дейсіз. Единый совокупный платеж. Ай сайын әр айдыкін әрі де төлей аласыз. Мысалға қазір февраль ғой. Февральға ЕСП төлей қоясыз өзіңізге. Мартта төлейсіз. Сіз мартта февральдің еспасын төлей алмайсыз уже. Тек қана текущий осы үстіміздегі айға төлей аласыз. Сіз ИП ашсаңыз, қазір оның тапсыратын отчеты бар, медстраховка, өзге төлемдері бар. Сізге ол не выгодно? Сіз тортты енді ғана бастап жатырсыз ғой сатып. Үстінде әлі пайдасы білмейсіз қанша болатын. Просто еспамен отыра беріңіз. Хоть любой проверка келсін, еспа төлеп отырсыз. Себебі сіз қолыңызда ешқандай жұмысшы алмайсыз. Қол астыңызда жұмысшы істемейді. Өзіңізді өзіңіз жұмыспен қамтамасыз етіп отырсыз. Без проблем еспамен заңды түрде жұмыс істей бересіз. Баука, жұмыстан заңсыз шығарып жіберсе, профсоюз менің құқығымды қорғай алады ма, және расчетін төлейді ме? Жұмыстан шығарған, хоть в смысле заңсыз шығарып жіберді. Вы не согласны, да, по статье шығарды. В любом случае, жұмыстан шығарғанда сізге расчетін төленеді, неиспользованный трудовой отпусктың ақшасы төленеді. Және егер сізді заңсыз шығарды деп есептесеңіз, профсоюздың құрамына кірген болсаңыз, профсоюзге барып өтініш жазыңыз, профсоюз сіздің құқығыңызды қорғап, сізді полностью сол жерде обеспечить керек правовой информациямен, чтобы жұмысқа кері восстановить ету үшін. Профсоюздің істейтін жұмысы сол ғой. Профсоюз туралы посттар бар парақшамда, кстати. ЕСП-мен декретке шығуға болады ма? ЕСП емес, ЕСП. Я болады. Керемет үлкен сума шықпайды, бірақ болады декретке шығуға. Единый совокупный платеж. Сыртқы жарнаманың салығында 3 жылға алып тастады ма? Білмедім, оны ОКЕД бойынша тексеру керек. Каспидан перевод үшін налог төлеу болады деген қаншалықты рас? Рас, бірақ пока налог жоқ, қазір қаралып жатыр, асықпаңыздар әлі. Налогты әлі енгізбеді, асықпаңыздар, бірақ болады деді ИП-ға қатысты. ОКЕДті ауыстыруға болады ма? Ауыстыруға болады? ОКЕД. Менде мұнда ОКЕД бар. Соңғы ОКЕД бар сияқты, мен телеграмға саласалайын, сол жерден көріп оқы аласыздар. Ауыстыруға болады, без проблем. ОКЕДті қалай ауыстыру? Давайте я для себя запишу просто здесь. Телеграмға ОКЕДті ауыстыру туралы информация салайын, не? Мен еще телеграмға постановление салам деп едім. Смена ОКЕД, телеграм и список ОКЕД. ОКЕДті ауыстыру вообще оңай. Кәдімгі немен, ЭЦП-мен кіріп ауыстыра саласыздар. Главное, старый ОКЕДті повторно жазу керек. В смысле, мысалға, вот образно айтайыншы сізге, я кім айтты, жаңа, Смайлов медет. Вот, например, сізде ОКЕД 555-05. Плюс тағы сізде ОКЕД қосқыңыз келеді 244-04 деген. Вот, сіз 244-04-ті қосу үшін алдымен бұрынғы ОКЕДті қайта жазасыз, одан кейін мынаны жазасыз. Әйтпесе сіз просто новый ОКЕДті жазсаңыз, бұрынғы ОКЕДіңіз өшіп қалады екен. Соны имейте в виду. 4 ОКЕДке дейін қосуға болады. Сұлулығыңыздың сыры неде? Жігіттер ұялмай солай жазатын болған еді тікелей эфирде. Сіз жер мәселесі жайлы білесіз бе? Жер бар, үй салынып қойған, қағаз жүзінде емес. Неліктен қағаз жүзінде емес? Егер сіз арендаға алған жерді сатып алған болсаңыз, ол өте рискованно деп өткенде сұрақ жауапты да айтып жүрмін. Жер мәселесі бойынша просто нақты сұрақ қойыңыздар. Нақты сұрақ болса тікелей эфирде жауап беремін. Ал мынау туралы айтыңызшы, ну примерно подумайте, мынау туралы любой там Каспий банк туралы айтатын болсам, немесе жер туралы айтатын болсам, оған 1 сағат жетпейді ғой. Сондықтан нақты сұрақ қойыңыздар. Егер кезінде заңсыз салынған үйлерді рәсімдеу жүрді ғой. Пентказ жағдайыңыз қатты қиын емес, егер госакт право собственности сіздің атыңызда болса, жер сіздің атыңызда болса, қиын емес оның жасату. То есть барасыз да құжаттарды тапсырасыз, проверкадан полностью үйіңізді өткізеді, кәдімгі архитектурно-планировочный задание, АПЗ тапсырып, полностью тіркеуге болады. Төленетін штрафын төлеп, себепсіз заңсыз салып отырсыз. Бірінші рұқсат алу керек еді архитектурадан. Ал егерде сіз арендованный жерге салған болсаңыз, қазір көптеген сұрақ осыған қатысты түсіп жатыр. Мысалға, бір кісі үкіметтен 4 жылға арендаға жер алады, және оны сатады. Сатып алған адам ол жерге үй салады. И соны қалай атына өткізуді сұрайды.
Сен не то чтобы үйді өткізу тұрмақ, сен жерді өткізіп алмадың әлі атыңа, потому что жер арендада, не то чтобы даже сатқан адамның атында емес, үкіметтің атында жер. Осындай арендованный жерді алмаңыздар. Себебі қашан ол атыңызға өтеді? Сіздің атыңызға өтпей тұрып, ана жерді алған адам үкіметтен арендаға бірінші өзінің атына өткізеді. Одан кейін ғана сіздің атыңызға өткізеді. И тут вопрос. Ол адам үйді өзінің атына өткізіп алғаннан кейін сізге просто сізді танымаймын, білмеймін деп айтуына да болады. Араңызда себебі договор купли-продажа жоқ. Арендованный жерді ешқандай нотариус договор купли-продажа жасап бермейді. Соған мұқият болыңыздар. Жұмысы деген анықтаманы ЮГОФ арқылы алуға болады ма? Иә, сіз жұмыс ретінде алдымен тіркелесіз, және ЮГОФ арқылы алуға болады. По-моему, январда ол туралы информация менің телеграм-каналыма салынды. Каспий банк жилстройдан арендное жилье менің ақшасын шешіп алған, ол заңды ма? Арендное жильені депозитінің ақшасын шешіп алуға құқылы, егер просрочкада болсаңыз. Арендное жильені деген түсінбедім. Но в любом случае, сіз оны жилстройға депозит ретінде салған боласыз, егер просрочкада болсаңыз, Каспий банк ПТП қойып, яғни платежные требования жіберіп, шешіп алуға құқылы. Себебі Каспий банктың договорында сондай условия бар, безакцептное списание деген. Банк вправе в случае просрочки произвести безакцептное списание без вашего согласия деген сондай пункт бар. Қол қойдыңыз договорға, значит, оған құқығы бар. 6-7 жыл бұрын Жилстройбанк счет ашқанмын, ақша салмағанмын, соған ақша сала берсе болады ма? Болады. Қандай мақсатқа ашқанды білмеймін, ештеңе қылмаймын. Без проблем сала беріңіз, Инкарбекова ақы. Но Жилстрой ол үй алуға арналған банк. Сондықтан қазір отбасы банк деп аталады ғой. Ақшаны сала беріңіз, себебі сіз ертең промзайм, егер вдруг жилстроймен үй алатын болсаңыз, промзаймна өтіп, сразу жилзаймға өткуге жақсы болады. Даже если бұрын ақша салмасаңыз да, срок жағынан ұтасыз дегенім ғой. Үйге ақша жинай беріңіз, сол бұрынғы ескі шотыңызға ештеңе қылмайды, ол наоборот сізге выгодно болады ертең жилзаймға өтуге. Жилищный займ деген бар, 5%, соған өтуге өте тиімді болады. То есть пайызын азайтуға ипотеканың. Декретке шығуға ИП аштым, соған ЕСП төлей беруге болады ма? Жоқ. Сізде ИП бар болса, сіз ЕСП төлей алмайсыз. ИП-сі жоқтар, жұмысы жоқтар ЕСП төлейді. Ал сізде ИП болса, оның уже төлемдері басқаша болады. Күйеуі развод кезінде ортақ көлікті сатып жіберген, әйеліне айтпай, деление кезінде атағында ештеңе жоқ, қалай дәлелдейді или қуына алады ма? Сотта просто сотқа развод кезінде, если раздел имуществоға тапсырса, просто жазу керек міне. Осындай кезінде күйеуімнің атында үй болған, общий бізде мүлік бар болған, оны менің рұқсатымсыз сатып жіберген деп өтініш жазады. Ары қарай судья уже ДВД-ға, яғни полицияға запрос жіберіп тексереді, көлік қашан алынды, қашан сатылғанын. Солай оның ақшасын өндіріп бере алады 50%. Стоит, конечно, если хотят разделить. Тендермен айналысқанда ИП міндетті ма ашу? Я міндетті тендермен. Кредит алғанмын Народный банктен, договор таба алмай қалдым. Банкке барып шығарып берші десем, 2 рет бермейміз дейді. Нет, сіз письменно өтініш жазыңыз, сізге беруге міндетті, жоғалтып алсаңыз. Просто өтініш жазыңыз. Я ИП обязательно, Динара ханым, тендермен айналысу үшін мақсатқа жетуге болады ма? Это реально, мақсатқа жету вообще намного интереснее так жить, чем бессмысленно Инстаграмда әркімнің өмірін қарап, немесе біреуді өсектеп, кейде енді істейтін шаруаң жоқ болса, өзіне өзің жүріп шашайсың ғой, жұртқа тиісің. Одан гөрі мақсатқа жетіп өмір сүрген жақсы. Мысалға, мен всегда былай елестетемін, мақсатына бара жатқан адам примерно өзі 50-60-пен жүреді, көлікте, трассада кетіп барса, 50-60-пен кетіп бара жатыр, ол скорость. Себебі оның алдына қойған мақсаты бар, ол жеткісі келеді соған белгілі бір уақытта. Ал мақсаты жоқ адам просто 20-мен, даже 10-мен кетіп бара жатады. И создает пробку, басқаларға кедергі келтіреді. Мақсаты жоқ адам просто өзгелерге кедергі келтіретін адам. Сол үшін мақсатыма жетемін десеңіздер, біз ойластырамыз, егер ертең опрос жасаймын сториста. Егер басым көпшілігіне қажет десе, мақсатыңа жет марафонын бір рет қайталап жіберге болады қазақтың жаңа жылының қарсаңында. ЕСП төлеп тұрсам болады ма, сонда қазір ғана бастадым кәсіпті? СП емес, Сайрангүл, ЕСП, единый совокупный платеж. Төлеп тұрсаңыз болады Каспийден текущий айға. Каспиймен жұмыс істей бересіз, все. Главное, сізде қосымша жұмысшы жоқ болса, ЕСП-мен істей бересіз. Давайте мен ЕСП туралы сіздерге жаза қояйын. Бұрын бір жазып едім. Тоже бір информация жазылайын, сұраныс көп болып жатыр жаңа оқырмандардан.
үй машина кредитке ала берген дұрыс па? Бір сұрақты қайта қоймасаңыздаршы, мен робот емеспін ғой. Айттым ғой, үйге ақша жинау керек, машинаны кредитке алу дегенді ұмытыңыздар деп. Соттан хат келді, коллекторлар сотқа беріпті 23 мың қарызымды 150 мың проценті деп. 23 мыңға 150 мың қосылмайды. Во-первых, коллекторға өткен кезде сіздерге үстіне процент қосылмайды. Пеня бастапқы 90 күнге ғана қосылады банктың өзінде. Банк кейін коллекторға берген соң үстіне пайыз қосылмайды. Соттан хат келсе, сіз сол хатпен танысыңыз, сол судьяға хабарласыңыз, ол қалай 23 мың қарыз 150 мың болып кетуі мүмкін емес. Себебі коллектор үстіне пайыз қосылмайды. Наоборот, сотқа барып айтыңыз, қалай ол 150 мың болып кетті, маған расчетты түсіндіріңіздер. Коллектор заң бойынша ешқандай пайыз қосылмайды деп. АСП алу үшін доход сұрайды, ДЦП балам бар, ЕСП төлеп алуға болады ма? Сізде ДЦП бала болса, оған ерекше күтім қажет. Сіз просто АСП-ға тапсырған кезде ДЦП балам бар деген справканы қоса тапсырыңыз. ДЦП балаңыз бар болса, оған қалай сіз онда сіз жұмыс істеуге міндеттемейсіз ғой. Балаңыздың жасы неше деді? Егер балаңыздың жасы еще 7-ге дейін болса, қателеспесем, тоже жұмыс істеуге міндетті емессіз. Жұмыс істейді деген талап сұрай алмайды сізден. Ал егер күйеуіңіз бар болса, егер, онда хотя бы күйеуіңіз жұмыс істеу керек болады. Егер күйеуіңізде ресми табыс жоқ болса, ЕСП төлеп көрсетуіңізге болады, примерно осындай табыс деп, например, 40 мың, 50 мың табыс деп көрсетулеріңізге болады ай сайын. Реально бәрібір де күйеуіңіз табыс табатын шығар, енді үйде жатпайды ғой ер адам. Просто расталмайтын табыс болса, ЕСП төлеп солай көрсетуіңізге болады. Вдруг ол таксовать етеді. ЕСП мысалға таксовать ететіндерге өте ыңғайлы. Таксовать ететін адамдарда ресми договор жоқ қой, табыс бар. Сол ЕСП-мен растай алады. Машина сатылған, но енді және налог шығып тұр. Сатылар кезде қарыз болса, оны шығармайды ғой счеттан. Ескі налогтар шығады. Мен алған машинамда тоже ескі налог шыққан. Налог емес, штраф шыққан болатын. Бұрынғы хозяиннан сұрап аласыз, квитанция қайда деп. Квитанция бар болса, сол квитанциямен растайсыз төленгенін. Ал егер налог төленбеген болса, оны төлеуге тура келеді. Например, мен машинаны алған кезде, қашан өткен жыл ноябрьде, маған налогын төледі. Продавец төледі. Егер сіз төлеп сатпаған болсаңыз, онда төлеуге тура келеді өткен жылдығын. Рой кооператив туралы ештеңе айта алмаймын. Вообще кооперативтер туралы ештеңе айта алмаймын. Ешқандай кооперативке ақша салуды кеңес бере алмаймын, жандарым, сол дұрыс түсініңіздер мені. Құны төмен нәрсенің еш пайдасы болмайды, құны қаншалықты бағалы болса, соншалықты қайыры болады. Енді мен жаңағыдай слишком чрезмерно баснословный баға тұрған жоқ. Мен білем, мысалға, ресейлік адвокаттардың услугасы, бір консультациясы 30 мың теңге тұрады. Біздегі де бар, орыс тілді адвокаттар 30 мың теңге, бір сағаттық консультациясы. Мен просто өзім қазақилыққа салып бағаны итак төмен қойғанмын. Әрине үйренетін адам болса, үйренбейтін болса, итак банкке переплата жасайды. Сіздің сабағыңыз демалыс кезінде болады ма? Қатысайын десем, үнемі жұмыстан үлгере алмай қалам. Сабаққа біз доступты 20 күнге береміз. 24 сағат, вообще любой время, 20 күн бойы, хоть демалыс, хоть будни көре бересіз. Демалыс күні мен сізге сабақ өтпеймін, сабаққа арнайы доступты ашаңыз, арнайы приложениеде бір телефоннан бір логин парольмен кіресіз, қалған кезде көре бересіз. Түнде, күндіз 20 күн бойы ашық тұрады. 20 күннің ішінде жұмыс күні де бар, демалыс күндері де бар, өзіңізге ыңғайлы уақытта көре бересіз. Қандай кәсіппен айналысуға болады? Кәсіптің түрлері көп қой. Кстати, кәсіпке қатысты менен көбісі сұрап жүр ғой, мына мемлекеттік программалар туралы. Мен мұнда бір жоспарлап қойып едім, мемлекеттік программалар туралы не өтсем деп. Сіздерге тікелей эфир өтсем деп. Қайда? Атамекеннің программалары бар, гранттар бар, сонымен қатар әлгі қалай жастарға арналған не бар ғой? Программа тоже. Тілі. Аузым прям тілімнің ұшында тұр. Мен мұнда программаны жазып қойғам.
бұйыртса ертең немесе бүрсі күні тікелей эфир өтеді осы тақырыпта, мемлекеттік гранттар туралы. Мында ма еді? Ноутбукке сіздерге программа жазып жіберіп жүрген ғой. Аха. Жас прожект бар, 1 миллионнан беретін. Жас прожект әртүрлі идеяларға. Сонымен қатар кәсіпкерлік палатасында, Атамекен кәсіпкерлік палатасында 2 жылға жуық кәдімгідей. В общем, қазір бір сөзбен айтқанда мемлекеттен берілетін гранттар туралы бұйыртса парақшамда тікелей эфир өтеді. Ертең немесе бүрсі күні жіберіп алмаңыздар, стористе хабарлаймын. Сол жерде білетін боласыздар толық. 2 миллион, 5 миллион білесіздер ғой, мемлекеттен берілетін. 555 мың бар ақша. Сонымен қатар мына жас прожекттің 1 миллион теңгесі бар. Егер кәсіп бастауға идеяларыңыз, құлшыныстарыңыз, ниеттеріңіз бар болса, үйреніп алып бастауға болады. Мен осыны жақсы үйрететін бір спикерді шақырып сіздерге мәлімет берсем бе деп едім. Отпускнойды декретке шыққан соң алған выгодно ма? Ну, если сіздің уже декретке шығатын уақытыңыз тақалып тұрған болса, то есть 7 ай болса, онда сіз қазір отпускной алып үлгермейсіз. Егер отпускной алатын болсаңыз, декреттің күні азайып қалады 126 күннен. Ол сізге не выгодно, себебі декреттің күні азайса, онда декреттің сумма аз шығады. Демек, егер сізде декретныйдың уақыты тақалып уже келіп тұрған болса, демек отпускнойды одан кейін алыңыз, я? Біздің подъезде барлығы квартирант не істеуге болады, Гүлмира ханым? Сізге олар кедергі келтіріп жатыр ма, шулап жатыр ма? Егер шулап жатса, шағымдана аласыз полицияға. Сонымен қатар, жалпы квартираға берген кезде үйді білесіздер, договор болу керек, договор аренды. Договор аренды болмаса, тоже шағымдана аласыз. Жалпы көршілермен тату тұрған дұрыс қой, егер қандай да бір кедергі келтіріп жатыр ма олар, кедергі келтіріп жатса, үйдің иесіне шағымданыңыз. Квартиранттарды тыныштандырыңыздар. Мысалға мен түсінем, кейде бір түнімен ішіп жүретін сондай квартиранттар болады. Немесе Құдай сақтасын қақырып түкіріп жүретін. Себебі подъезд өзінікі емес, жаны ашымайды. Мұндай жағдайда үйдің иесіне хабарласыңыз, себебі ол сіздің көршіңіз ғой, бірден жалоба жасамай. Ары қарай КСК бар, немесе полицияға шағымдана аласыз. Немесе УГД, Управление государственных доходов, яғни налоговыйға шағымдануыңызға да болады. Пәтерін беріп отырған адам договор аренды жасап, плюс налог төлеп отыр ма деп. Себебі пәтерді сдавать еткен кезде үйдің иесі налог төлеу қажет. Хомбанк, аманат Хомбанк туралы не айтасыз? Білмейді екем аманат Хомбанк дегенді. Хомбанкты білем отдельно ол, бірақ Хомбанк ол машина бермейді ғой. Егер кооператив туралы айтып отырсаңыз, достар, мен кооперативке аса қатты сенбеймін, себебі заң жағынан қорғалмаған. Тиімді неше сабағы ертең бұйырса сторизде опрос болады. Бірінші ертең сторизде опрос жасаймыз. Қанша адам тиімді неше сабағына қатысқысы келеді? Қанша адам мақсатыңа жет марафонына қатысқысы келеді деп опрос жасаймыз. Опросқа қарай шектеулі орны ашылады. Уже ертең сторизде просто қарап отырыңыздар, ертең түсінесіздер. Барлық мәлімет сабақтар туралы ертең беріледі. Уже ары қарай 26-сы уже сатып ала аласыздар. Уақыты бар болса, отпускке шығатын, үлгеретін болсаңыз, Мукушева құралай, отпускке шығыңыз. Отпускке шығып үлгермейтін, уже декрет келіп қалса, декреттен кейін шығыңыз. Часы ауысты, мен төлеп жатырмын, қайта арест қоя алады ма? Егер сіз төлеп жатсаңыз, арест неге қояды? Дер кезінде төлеп жатсаңыз, арест қоймау керек. Соскучилась ба? Рахмет. Қай банктен алған тиімді? Кредитті ма? Кредитті қай банктен алған тиімді несие сабағында есептеп үйренетін боласыздар өздеріңіз. Жұмысқа алмай қалуы мүмкін бе? Түсінбедім сұрақты. Сәлеметсіз ба? ЕНПФ жинақы зейнетақы қорын 2012 жылға дейін қайдан білуге болады? Тәжібаев 42-26 полностью кәдімгі Еговтағы сайттан білесіз ғой, өзіңіздің пенсионыңызда қанша ақша бар екен. Мысалға, менікі бұрыннан бері бар. Я, менікі 2008-ден бері полностью информация менде бар. ЕНПФ-ті кәдімгі өзіміздің Егов шотыңыздан тексересіз, Еговтағы справкадан тексересіз. Егер Еговта ондай мәлімет жоқ болса, ЕНПФ-ке өзіңіз электронны запрос жасаңыз, неге 2012-ге дейінгі менің шотымдағы зейнетақы ақшасы туралы мәлімет жоқ деп. Пенсионканы алғаннан кейін үй алып сатып жіберуге болады ма? Егер ақшасын толық төлеп бітірсеңіз, үйдің болады, я. Ал егер ипотекадағы болса, онда 5 жылға дейін сатуға болмайды деп көрсетілген.
Бақытты бол жаным, әмин. Әмин, айтқандарыңыз келсін. Догода пособияны 3 жылға дейін беретін болды деп естідік. Хабар бар, сыбыс бар, бірақ ондай заң шыққан жоқ. Как вы отдохнули? Классно. Классно, прям я успокоилась, можно сказать. Бұрын кішкене тыныш сияқты көрінетін, бірақ жан тыныштығы бар болатын бұрыннан, бірақ мен өте көп жұмыс істейтінмін. Жұмысты азайтқым келген, осы демалысымда жұмысты азайту мне удалось. Сәлеметсіз бе, зейнетақы қоры тоқтауы мүмкін бе? Жоқ, тоқтамайды, пока тоқтамайды. Это не разовая акция деп айтты ғой. То есть зейнетақы қоры ары қарай жаңағыдай үстіндегі ақша жеткілікті болса, онда бере береді деді. Жеткіліктілігін, пороговый сумманы зейнетақыдан алуға тексеруді менің телеграм каналымда бар, сол арқылы тексере аласыз. Баука, сіз бір сұрағыңызды 4 рет қойдыңыз ғой. Жұмыстан шығарып жіберсе, профсоюз сіздің құқығыңызды қорғауы қажет. Сіз профсоюзға ол үшін өтініш жазасыз. Евразийский арбитражный суд письмоға жауап бермеді. Гуглдан оның просто адресін біліңіз, повторный письмоны жіберіңіз, қайта, немесе номер телефонына хабарласыңыз. Гуглда последний номер телефондары бар Евразийский арбитражный судтың. Ернар Насердин, егер сот орындаушы ақшаны аудармаған болса, сол сот орындаушыға өтініш жазыңыз, бүкіл жаңа квитанцияларды тіркеп, неліктен сіз ПКБ-ға до сих пор мәлімет бермедіңіз о том, что кредит закрыт. Просто письменное обращение жазыңыз. Кредит досрочно жапсам пайдасы бар ма? Әрине, сіз сыйақыны мүлдем төлемейтін боласыз онда. Келесі айлардың сыйақысын төлемейтін боласыз. Бастықтар бізден оборотный ведомость сұрауға талап етуге құқылы ма? А оборотная ведомость чего? Қандай жұмыс істейсіз? Егер сізде должностная инструкцияда көрсетілген болса, белгілі бір ай соңында осындай отчет тапсыру керек, осындай құжаттар беру керек деп, онда сіз беруге міндеттісіз. Егер должностная инструкцияда көрсетілмеген болса, онда оны беруге міндетті емессіз. Просто отдел кадровтан Жакеева 14, өзіңіздің должностная инструкцияны оқыңыз. Что вы привезли гостиницу, дейді. Базарлыққа мен чашкалар алған болатынмын, сумочка и арафатка, яғни орамалдар. Помните, пост болды, күлкілі жағдай жазыңызшы, соған лайктары көп адамдар, кім көп лайк жинайды, кім күлкілі жағдай жазады, соған 5 адамға сыйлаймын деген болатынмын. Бүгін уже стористе таңдадық 5 адамды, ертең олардың базарлықтарын жіберетін боламыз. Және тиімді несие сабағын сұрап жатқандар, ертең стористе опрос жасаймын, сіздердің сұраныстарыңызға байланысты орын ашылатын болады. Сонымен эфирді аяқтайық, 1 сағаттан ұзақ уақыт отырып қалыппыз кішкене. 1 сағат болды, ровно. Ар жақтан мен Бекзат күтіп отыр, себебі мен оған бүгін Дінмұхамед Қонаев атамыз туралы оқып берейін дегем. Өткенде Төле биді оқыдым, енді мен тағы бір қызық, күшті әңгіме айтып беруім керек, ол балаға одан кейін ұйықтайды. Эфирге қосылғандарыңызға рахмет, почти 400-ге жуық адам отырды. Сұрақтарыңызға кішкене болса да жауап бердім деген үміттемін. Егер кейбір сұрақтар жауапсыз қалған болса, мүлдем уайымдамаңыздар. Менің парақшамдағы төмен жақтағы посттарды оқысаңыздар, көптеген сұрақтардың жауабын сол жерден алатын боласыздар. Ал сабаққа қатысамын дегендер, ертең стористі бақылаңыздар. Шектеулі орны ашылады сіздердің сұраныстарыңызға орай. Жарайды ма? Ал өзге жаңа мен тікелей эфирде жазып алған мәліметтерді ЕСП туралы, окетті ауыстыру туралы мен оны телеграм каналға салатын боламын. Телеграм каналға, YouTube каналға сілтеме мен парақшамның жоғарында таплинк деген тұр. Сол таплинкте бассаңыздар, ары қарай сілтеме бар. Аман сау болыңыздар, барлықтарыңызға түн тыныштығын тіледім.